Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 126-шы сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақта жазбаша түрде көбейту және бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма өрнектің мәнін тап, сонда сен мына сөздерді кім айтқанын білетін боласың. Яғни бірінші сөзіміз бізде білім, бұл жойылмайтын байлық. Яғни 189-ды 2-ге көбейтіп, шыққан мәнге 145-ті қосамыз, сонда 523-ге тең болады мәні. Демек 523 ол бізде Паустовскийдің сөзі болып саналады сонда. Енді келесі бізде артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп тұр. Яғни бұл жерде есепті шығарамыз. 585-ті 9-ға бөлеміз. Шыққан мәнді 478-ге қосатын болсақ, 543-ге тең болады. Демек оны Абай Құнанбаев айтқан екен. Енді келесі тапсырма есептеп дұрыстығын тексер. 265 көбейту 3. Көбейтетін болсақ 795-ге тең болады. Енді оны тексеру үшін бізде шыққан мәнді 3-ке бөлеміз, сонда 265-ге тең болады. Келесі бөлу амалы 792-ні 4-ге бөлеміз, 198-ге тең болады. Енді оны тексеру үшін көбейту амалы арқылы тексереміз. Келесі 711 бөлу 9 79-ға тең болады. Шыққан мәнді тексеру үшін шыққан мәнді 9-ға көбейтеміз, сонда 711 санына тең болады. Келесі 835-ті 5-ке бөлеміз, 167-ге тең болады. 69-ды 7-ге көбейтеміз, 483-ге тең. 179-ды 5-ке көбейтсек, 895-ге тең болады. Енді бұл жерде қарамен жазылғандар есептің мәні және қызылмен жазылғандар дұрыстығын тексергендегі мәндері. Енді келесі тапсырма амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектерді баған түрінде жаз және есепте деп тұр. Бұл жерде бірінші есебіміз 432 көбейту 2, бұл бірінші амал. Екінші көбейту амалын орындаймыз, 692-ге тең болады. Үшінші бізде бірінші амалдан екінші амалды азайтамыз, сонда 172-ге тең болады. Енді келесі бізде бірінші бөлу амалын орындаймыз, екінші көбейту амалын орындаймыз және үшінші қосу амалы орындалады. Енді келесі есепте шақшаның ішіндегі көбейту амалы бірінші орындалады, екінші 63-ке көбейтеміз, үшінші бірінші амалдан екінші амалды азайтамыз. Төртінші амал шақшаның сыртындағы қосу амалы орындалады, сонда мәні 400-ге тең болады. Енді келесі есепте бізде бірінші көбейту амалы, екінші көбейту амалы орындалады, үшінші қосу амалы жақшасындегі және төртінші азайту амалдары орындалады. Енді келесі есепте бұл жерде көбейту бөлу, қайсысы бірінші келетін болса, сол амал бірінші орындалады, яғни 59-ды 4-ке бөлеміз. Екінші шыққан мәнді 2-ге бөлеміз, екінші амалдан шыққан мәнге қосамыз 198-ді, сонда 316-ға тең болады мәні. Енді келесі 6-шы есепте бірінші бөлу амалы, екінші бөлу амалы және үшінші қосу амалдары орындалады. Сонда мәні 395 санына тең болады. Енді келесі тапсырма тік бұрышты үшбұрыштардың ауданын есепте деп тұр. Бірінші бізде бұл тік үшбұрыштың ауданы ұзындығы 6 см және ені 2 см-ға тең деп алайық. Сонда бізде тік бұрышты үшбұрыш деп тұр, яғни тік бұрышты үшбұрыш дегеніміз ол осы төрт бұрыштың теңдей жартысына тең деп қарастырамыз. Сол кезде осы тік бұрышты төрт бұрыштың ауданын есептеп шыққан мәнді 2-ге бөлеміз, яғни А көбейту Б ұзындығы мен енін көбейтіп 2-ге бөлсек, осы төрт бұрыштың жартысы, яғни тік бұрышты үшбұрыштың ауданы шығады. Сонда ұзындығы 6 см, ені 2 см, оны 2-ге бөлеміз, 12 см квадратты 2-ге бөлсек, 6 см квадратқа тең болады. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 6 см квадрат, яғни осы жартысы 6 см квадратқа тең болады. Келесі, енді келесінде бұл жерде де төрт бұрыштың тең жартысы деп қарастыратын болсақ, ұзындығы 5 см-ға тең,
ұзындығы 4 сантиметр және ені 5 сантиметрға тең болады. Сонда бізде осы үшбұрыштың ауданын есептеу қажет. Ол үшін төртбұрыштың ауданын есептейміз. Бірінші а көбейту б формуласымен 20-ға тең болады. Енді 20-на теңде 2-ге бөлетін болсақ, үшбұрыштың ауданы шығады. Сонда үшбұрыштың ауданы 10 сантиметр квадратқа тең болады. Енді келесі тапсырма есептерді шығар. А нұсқасындағы есеп, шағын автобуста 16 орын бар. Бұл жеңіл көліктегі орындарға қарағанда 4 есе артық. Шағын автобус пен жеңіл көлікте барлығы неше орын бар деп тұр. Бұл жерде 4 есе артық, жеңіл автокөліктен. Демек, жеңіл автокөлікте 4 есе кем болып тұр. Сондықтан біз бөлу амалын қолданамыз. 16 орындықтан 4-ке бөлетін болсақ, 4-ке тең болады. Бұл бізде жеңіл көліктің орындар саны. Енді барлығын табу үшін бізде автобус пен жеңіл көліктердің санын қосамыз. Осыда орналасқан орындықтардың санын қосамыз. Сонда 20-ға тең болады. Жауабы барлығы 20 орын бар. Енді келесі ә нұсқасындағы есепте 7 бумада 35 қойын дәптер бар. Осындай 9 бумада қанша қойын дәптер бар деп тұр. Яғни бізде мына жерде 7 қойын дәптер болсын, соның ішінде деп тұр 35 қойын дәптер бар екен. 7 бумада. Ал мына жерде енді 9 бумада деп тұр. 9 бумада қанша қойын дәптер бар, соны есептеу қажет. Ол үшін біз бір бумада қаншасы бар, соны есептеп аламыз. Яғни 35-ті 7-ге бөлеміз, сонда 5-ке тең болады. Демек, мына жердегі 7 болатын болса, 3, 4, яғни әр қайсында бізде 5-5-тен бар екен. Сонда 7 бумада дәл осындай жетеуінде бізде 35 қойын дәптер болды. Енді дәл осындай 9-ында, демек 9-дасын табу үшін осы 5-ті 9-ға көбейтеміз, сонда 45 қойын дәптерге тең болады. Енді келесі Б нұсқасындағы есепте 6 кәмпит үшін 54 теңге төленді. Осындай 9 кәмпитке қанша теңге төленеді? Яғни 56-ны 6-ға бөлеміз, 54-ті 6-ға бөлеміз, сонда 9-ға тең болады. Демек, бір кәмпитке 9 теңге төленеді. Демек, 9 кәмпитке бізде 81 теңге төленді. Енді келесі тапсырма 9 теңгеден 6 дәптер және 55 теңгеге бір қойын дәптер сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа қанша теңге төленді? 9 теңгеден 6 дәптер, 55 теңгеден бір қойын дәптер, барлығын табу үшін 9 теңге және 6 дәптерді көбейтеміз. 54 теңгеге тең болады. Енді 55 теңгеден бір қойын дәптерді қосамыз. 55 теңгені, сонда 109 теңгеге тең болады. Жауабы 109 теңге төленді. Енді келесі Г нұсқасында вагонда 36 орын бар, оның 9-дан бір бөлігі бос. Вагонда қанша орын бос болды? Барлығы 36 орын болса, 9-дан бірі бос деп тұр. Демек, мына жерде 9 орынның, дәл осындай 9 орынның осы бір орны ғана бос. Мына жақта еш қайсысы бос емес екен. Осылардың барлығы бізде бос емес, ал бір ғана осы бір бөлігі бос екен. Осы бос орында қаншасы бар, соны табу қажет. Ол үшін 36-ны 9-ға бөлеміз, яғни бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз, сонда 4 орынға тең болады. Жауабы вагонда 4 орын бос болып тұр. Сонда келесі тапсырма есепте 2 метр 4 дециметр 7 сантиметр қосу 6 дециметр 3 сантиметр. Енді бұл жерде бізде осыны есептеу қажет. Бұл жерде барлығын бірдей өлшем бірліктеріне келтіреміз. Яғни ең кіші өлшем бірлігіне келтіріп шығарсақ болады. Яғни 1 метрда бізде 100 сантиметр бар, ал 1 дециметрда 10 сантиметр бар. Және қайсысы керек бізде? Тағы бізге керегі 1 сағатта 60 минут бар. Осыларды пайдаланып шығарамыз. 2 метр 4 дециметр, 2 метр дегеніміз 200 сантиметр, 4 дециметріміз 40 сантиметр. Оған қосамыз 7 сантиметрді. Яғни осының барлығын қосатын болсақ, 247 сантиметрға тең болады. Міне. Келесі 6 дециметріміз 60 сантиметрға тең, оған қосамыз 3 сантиметрді қосамыз, сонда 63 сантиметрға тең болады. Бұл бізде
310 сантиметрға тең. Енді 310 сантиметрді 3 метр 1 дециметр деп жазсақ болады. Келесі 8 метр 4 дециметріміз 800-ге қосамыз 40-ты, оған қосамыз 9-ты, сонда 849 сантиметр. Келесі 100-ге 50-ті қосамыз, оған 1-ті қосамыз, сонда 151 сантиметрға тең болады. Бұл қосатын болсақ, бұл жерде 1000 сантиметрға тең. 1000 сантиметріміз 10 метрға тең, яғни 1 метрда 100 сантиметр бар, ал 1000 сантиметрда 10 метр бар. Енді келесі 9 метр азайту 35 сантиметр азайтатын болсақ 865 сантиметрға тең. Келесі 1 сағат азайту 15 минут, 1 сағатта 60 минут бар, сонда 60-тан 15-ті азайтамыз 45 минутқа тең. 2 сағатымыз 2-ні 60-ға көбейтеміз, 120 минутқа тең болады. Одан 20 минут азайтсақ 100 минут, яғни 1 сағат 40 минутқа тең болады. Келесі 3 сағат 3-ті 60-ға көбейтеміз, азайтамыз, 1 сағатта 60 минут бар, 60 минутқа қосамыз 5 минутты. Сонда 180-нен 65-ті азайтсақ 115 минутқа тең. Енді 115 минуттың бізде 60 минуты 1 сағатқа тең, сондықтан 1 сағат деп 60 минутты 1 сағаттың ішіне кіргізсек, 1 сағат 115-тен 60-ті азайтамыз, сонда 55 минуты қалады. Енді келесі тапсырма өрнектер бойынша есеп құрастыр. 115 көбейту 6, қосу 98 көбейту 3. Бұл жерде бірінші үлкен қойын дәптердің бағасы 115 теңге, 6 қойын дәптер, және қойын дәптер, кіші қойын дәптердің бағасы 98 теңге, 3 қойын дәптер барлығы қанша теңге болады. Яғни үлкені және кішісін жеке-жеке есептеп аламыз. Яғни үлкені 6 қойын дәптеріміз 690 теңге, ал кішісі 294 теңгеге тең болады. Енді екеуін қосатын болсақ 984 теңгеге тең. Барлығы 984 теңге төледі. Енді келесі екінші өрнек бойынша шығаратын болсақ, бұл жерде дәл сол бойынша көрсетілген, тек қана қайсысы қанша артық төледі қай дәптерге, яғни үлкен қойын дәптерге, яғни немесе кіші қойын дәптерге. Ол үшін екеуін жеке-жеке есептейміз, және үлкен мәнінен кіші мәнді азайтамыз. Сонда үлкен қойын дәптерден үлкен қойын дәптерге 494 теңге артық төледі болады. Енді келесі тапсырма суреттегі сағаттар әртүрлі уақытты көрсетіп тұр, бірақ бір ғана сағаттағы уақыт дұрыс, 1 сағат 20 минут алда екені. Келесісі 10 минут қалып қойғаны, енді біреуі 1 сағат алға кеткені белгілі. Дұрыс жүретін сағатты тап деп тұр. Енді бұл жерде А нұсқасында 8:40-ты көрсетіп тұр, келесі А нұсқасында 8:30-ды, келесі 8:00-ді көрсетіп тұр, және мына жерде 7:30-ды көрсетіп тұр екен. 7:30-ды және келесі ең соңғысында бізде 7:40-ты көрсетіп тұр. Енді бұл жерде 1 сағат алға кеткені белгілі болса деп тұр. Демек 1 сағат алға кеткені ол бізде 8:40, 8:40 1 сағат алға кеткен, демек 7:40 деп қарастырып көрейік. Енді 7:40 болған кезде бізде 20 минут алда екені, демек 20 минут алға кеткен кезде сағат 8-ді көрсетуге қажет, ол бізде бар. Келесі 10 минут қалып қойғаны, демек 10 минут қалып қоятын болса 8:30, яғни 6-да тұру керек. Ол бізде А нұсқасында бар, 7:30 деп көрсетіп тұр. Келесі 1 сағат алға кеткені, демек 1 сағат алға кеткен 7:40, ал мына жерде 8:40 болып тұр. Ол нұсқада бізде бар. Демек дұрыс жауабы В нұсқасы болады екен сонда. В нұсқасы дұрыс жауап. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.